Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Қазір бірер сәтте Ақылы автомобиль жолдары дирекциясы филиалының директоры Марат Сүлейменов эфирге қосылатын болады. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біз тікелей эфир барысында еліміздегі ақылы автожолдар мәселесін талқылайтын боламыз. Кішігірім техникалық ақауларымыз орын алған іспеттес. Құрметті көрермендер, мінекей біздің кезекті эфиріміз осы аптаның ішінде жалпы интернет желісінде де, бұқаралық ақпарат құралдарында да кең етек жайған ақылы автожолдар мәселесіне арналатын болады. Бүгін эфир барысында сіздердің сұрақтарыңызға Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ақылы автомобиль жолдары дирекциясы филиалының директоры Марат Хамзаұлы Сүлейменов жауап беретін болады. Марат Хамзаұлы, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Марат Хамзаұлы, енді жаңа айтып өткендей, бірер апта бойы ел арасында жаңа ақылы жолдар туралы көптеген сұрақтар туындады, қолданыстағы ақылы жолдар туралы біршама сұрақтар келіп түсті. Жалпы қазір елімізде қолданыста бар 4 ақылы жол туралы айтып берсеңіз. Қазіргі таңда елімізде жалпы ұзындығы 682 шақырым құрайтын 4 ақылы учаске бар. Бұл ұзындығы 211 шақырым Нұр-Сұлтан учаскесі, ұзындығы 134 шақырым Нұр-Сұлтан Теміртау учаскесі, ұзындығы 42 шақырым Алматы Қапшығай учаскесі және 295 шақырым Алматы Қорғас учаскесі. Ақылы учаскелерде төлем ақы мөлшері Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрдің бұйрығымен автокөліктің жүк көтергішіне байланысты бекітілген. Өткізу пункте кептеліс болдырмас үшін алдын ала төлем жасау жүйесі енгізілген. Жеңіл автокөліктердің үшін арнайы дифференциатор бар. Яғни алдын ала төлем жасаған автокөліктердің төлем ақысы 2 есе арзан. Сондай-ақ ақылы автожолдың маңайындағы елді мекендерге тіркелген автокөліктердің құны 1000 теңге құрайды, 1 жылдық абонемент қарастырылған. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, жоқ, эфир бүгін 2 тілде болады, қазақ тілінде де, орыс тілінде де болады. Марат Хамзаевич, к нам на WhatsApp поступают сейчас вопросы параллельно. Пользователей интересует вопрос о том, какие у нас были итоги за 2019 год. То есть, сколько средств пользователи заплатили за проезд по платным дорогам и, соответственно, куда эти средства расходуются. Значит, по итогам 2019 года сборы от взимания платы составили 5 миллиардов 389 миллионов тенге. Именно это Нур-Султан Темиртау 1 729 миллионов, Нур-Султан-Щучинск это 1 700 000 тенге составила плата, Нур-Султан Алматы-Хоргос 988 миллионов, Алматы-Капшығай 972 миллиона. Всего в течение 2019 года по 4 платным участкам проехало порядка 10,5 миллионов автомашин. Стоит отметить, что все средства, полученные от взимания за проезд по платным автомобильным дорогам, направляются согласно закона об автомобильных дорогах на финансирование расходов, связанных с ремонтом, содержанием платных дорог, значит, содержанием программно-аппаратного комплекса взимания, организации движения на автомобильных участках, приобретение и обслуживание дорожной эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог.
Рахмет, Марат Хамзаұлы. Кезекті сұрақ Ақмола облысының тұрғынынан келіп түсіпті. Қыста жолды қалай күтесіздер? Жалпы дайындықтарыңыз қалай дейді қыс мезгіліне? Өте жақсы сұрақ. Ақылы учаскелерде күтіп ұстау және эксплуатация жұмыстарды жүргізу үшін 8 пайдалану учаскесі бар. Значит, Нұрсұлтан-Щучинск бағытында 3 жол пайдалану учаскесі бар бізде. Нұрсұлтан-Теміртау бағытында 2 участкі, Алматы-Қарғос участкі және Алматы-Қапшағайда 1 участкі пайдалану учаскесі бар. Бізде қыста жолдарды күтіп ұстауға арналған 89 техника бар. Оның 90% қыс мезгіліне дайын. Қалған 10% қазанның 10-на дейін дайын болады. Дайындық жұмыстарын 20-21 жылдың қыс мезгіліне арналған іс-шаралар жоспар жасалынған, бекітілген. Мәселен, 30 қыркүйекке дейін қазандықтарға орналған отын, жағар май, көмір, газ, көлік құралдарына арналған жанар жағар май, көктайғаққа қарсы материалдар және тұз сатып алынады. 1-10 қазан аралығында учаскелерге шығып техниканы жоспарлы тексеру жұмыстарды бастаймыз. Былтыр қыс тайғақты жою үшін төлем қабылдау пунктте натрий және кальций хлоридтің негізіндегі химиялық реагенттер сыналған болатын. Тәжірибе сәтті өтті. Биыл 50 тонна алуға жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда 29 тонна бізде бар. Алдағы уақытта 21 тонна тағы сатып аламыз. Жақсы, рахмет. Мне эфир барысында да келіп түскен сұрақтардың бірі: 5 миллиардов прибыли это с начала года или за все время действия платных участков автодорог? Как только что отметил Марат Хамзаевич, 5 миллиардов это сборы за 2019 год по 4 платным участкам, верно, да? Да. Это у нас в общем за 2019 год. Хорошо, спасибо. Ну и наибольшую заинтересованность среди пользователей это, конечно же, вызывает вопрос новых платных участков. Сколько их планируется ввести по всей стране? Значит, к 2024 году планируется внедрение платности на 11 тысячах километрах автомобильных дорог. Хотелось бы отметить, что данные мероприятия будут проводиться по мере завершения работ по реконструкции. Это 32 участка автомобильных дорог. Внедрение платности осуществляется за счет средств инвестора по инвестиционному договору. Еще один важный момент, это надо сказать о стоимости проезда. В соответствии с действующим законодательством перед открытием платных участков проводятся общественные слушания для проведения разъяснительной работы с местным населением и обсуждение условий системы, предполагаемых тарифов и способов оплаты. Размер ставок платы и льгот утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития после проведения детального анализа. Какой вид транспортных средств будет оплачивать, а какой нет, значит, от категории автодороги. Например, если дорога второй технической категории, значит, там будут оплачивать только грузовые автомобили. А на какое время планируется проведение общественных слушаний? Общественные слушания проводятся заранее, до внедрения платной системы. В ходе общественных слушаний, значит, жителями проводятся разъяснительные работы, подробно разбирается предполагаемый тариф за проезд и варианты проведения оплаты. В региональных средствах массовой информации и на всех наших страницах в социальных сетях опубликуем, значит, объявление и пригласим всех желающих поучаствовать. Спасибо большое за ответ. Мінекей тағы бір сұрақ келіп тұр. Ол Маңғыстау облысынан келген сұрақ екен. Ақылы жолдарда қандай да бір қоршаулар орнатылады ма дейді?
Жоқ, ақылы учаскелерде кіру немесе шығу мүмкіндігін шектейтін қоршаулар орнатпаймыз. Тек автокөліктердің белгілі бір аймақтарда арасындағы қозғалыс тіркеуге арналған аркалар ғана болады. Яғни аралық аркалар ғана болады, иә? Аркалар болады, иә. Жақсы, рахмет. Уважаемые подписчики, мы напоминаем, что сегодня у нас в эфире директор филиала дирекция платных автомобильных дорог национальной компании «Казавтожол» Марат Сулейменов. Все вопросы мы принимали со вчерашнего дня, то есть был анонс. После этого вопросы ваши присылались к нам и на WhatsApp, и на электронную почту. И сейчас, соответственно, этот процесс у нас продолжается, поступают вопросы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Марат Хамзаевич, почему отсутствуют альтернативные дороги для бесплатного проезда автотранспорта? Согласно статье 5 Закона об автомобильных дорогах, решение об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны начальные и конечные пункты с возможностью проезда другой существующей альтернативной дороги. Таким образом, законом не предусмотрены ограничения по использованию дороги на платной основе при отсутствии альтернативной дороги. Однако на наших существующих, значит, на сегодняшний день 4 платных участках имеются альтернативные дороги. Спасибо. И следующий вопрос. На какие цели будут расходоваться средства, полученные за проезд по платным дорогам? Значит, средства идут на содержание платных участков. Дорога – это большой круглогодичный цикл, который не имеет выходных. К примеру, это зимняя очистка дороги, установка снегозадерживающих заборов, круглосуточные дежурства и патрулирование. В весенний период это проведение работ, связанных с паводками, очистка водопропускных труб. В летний период это нанесение дорожной разметки, это, значит, замена дорожных знаков, это уборка мусора, очистка площадок отдыха и так далее, и так далее. То есть разные виды работ. То есть правильно ли мы понимаем, что все средства, которые собраны с платных дорог, они расходуются только на эти платные дороги? То есть чисто на содержание и соответствующие работы? Да, строго на содержание дороги, да. Хорошо, спасибо. И следующий вопрос. Бұл да Маңғыстау облысынан келіп түскен сұрақ екен. Төлем қабылдау жүйесі қалай жұмыс жасайды? Жаңа ақылы жолдар үшін қалай төлеу керек? Значит, жаңа ақылы учаскелерде төлем қабылдау ашық жүйесі болады деп жоспарлаудамыз. Яғни шлагбаумдармен төлем қабылдайтын пункттер болмайды. Аркаларда арнайы камералар орнатылған, көлік бір аймақтан екінші аймаққа өткен тіркейді. Жүйе жеке шоттан қажетті соманы ұстап қалады. Ал жеке шоттың онлайн толтырып отыруға болады. Қазір бір эрфит белгілер арқылы төлем алуды жоспарлап отырмыз. Бірақ автокөліктің номері арқылы төлем жүргізу әдісі де сақталады. Бүгінгіде терминалдар мен ұялы телефондардың шотынан. Мәселен, интернет банкингтер терминалдардан, телефон шотынан. Бұл туралы толық ақпарат біздің сайтта орналасқан. Құрметті оқырмандар, естеріңізге сала кетейік, Қазавтожол компаниясы акционерлік қоғамның корпоративті сайты kaj.kz мекенжайы бойынша орналасқан. Онда арнайы ақылы жолдар атты бөлімшесі бар. Соның ішінде қазіргі қолданыстағы ақылы жолдардың төлемақы мөлшерлемесі және өзге де өзекті ақпарат жарияланып отырады. Давайте перейдем к следующему вопросу. От чего зависит размер суммы оплаты за проезд по платной дороге? То есть, каким образом у нас происходит начисление оплаты? Значит,
расчет ставок платы ведется с учетом получаемых данных о транспортном средстве с информационной системы МВД-РК, которая позволяет в реальном времени передавать данные о транспортном средстве. Это грузоподъемность, государственный номерной знак, сведения о владельце, модель, цвет и так далее. При этом участки платных дорог разделены на зоны, где на границе установлены арки контроля, фиксирующий проезд транспортных средств. Система производит начисления по пройденным зонам вне зависимости от километража внутри зоны. При этом протяженность зоны не связана с протяженностью районов. То есть при пересечении арки контроля система фиксирует въезд, выезд транспортного средства из одной зоны и заезд в следующую зону. Касательно стоимости за проезд сообщаем, что каждый участок состоит из различного количества зон в зависимости от пересечения и формируется сумма к оплате за проезд. При этом проезд легкового транспорта в пределах одного района осуществляться будет без оплаты. А предусмотрены ли какие-нибудь льготы на проезд по платным дорогам? Да, значит, у нас, значит, по статье 5-2 Закона об автомобильных дорогах от оплаты за пользование платными участками освобождаются специальные транспортные средства при исполнении служебных обязанностей, автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, легковые автомобили физических и юридических лиц, пересекающих пределы одного района. Наряду с этим для жителей поселков и сел, значит, в качестве льготы введена абонентская плата за проезд. Данный абонемент действует исключительно, значит, на местные легковые автотранспортные средства, которые зарегистрированы именно в том районе, где, значит, именно в том районе, где проживает тот район, освобождается, значит, распространяется абонемент. Также на сегодняшний день нами вносятся дополнения в законопроект в части увеличения льгот. А именно предлагается, значит, освободить от оплаты ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и приравненных к ним лиц. Вот, давайте подробнее остановимся на вопросе абонемента, наверное. Кому будет выдаваться этот абонемент, как его можно оформить, где его можно получить? Данный абонемент, значит, стоимость абонемента за проезд по платным дорогам 1000 тенге. Действует он в течение 1 года. Для оформления абонемента необходимо обратиться к операторам, значит, пунктов взимания платы и написать заявление. В будущем на новых платных автодорогах оформить абонентскую плату можно будет в центрах по работе с клиентом, расположенными вдоль соответствующих платных автодорог, либо в пунктах взимания платы соответствующих платных участков. Мінекей тағы да бір сұрақтар лебі жетті. Бұл да Маңғыстау облысы. Жалпы бүгінгі эфирге Маңғыстау облысының тұрғындары ерекше белсенділік танытқанын байқадық. Халық көлік үшінде салық төлейді дейді. Яғни көліктік салық туралы айтып отыр ғой. Көлік үшінде салық төлеп отыр. Ал бұл қаражаттың барлығы сонда қайда жұмсалып жатыр деген сұрақ. Бұл сұрақты қаржы министріне жолдаған дұрыс жатыр деп ойлаймыз біз. Жақсы. Ал ақылы жолдар үшін төлем жасамаған жүргізушілерге қандай да бір шаралар қолданылады ма? Қолданылатын болса, ол қандай шаралар? Әрине қолданады. Уақытылы төлем жасамаған жүргізушілердің мекен жайларда қарыз туралы ескерту жолданады. Ескертуде белгіленген уақыт аралығында төлем жасамаса, жүргізуші туралы ақпарат көлік комитетіне барады. Инспекция жолданады, айыппұл салынады. Жеке тұлғалар үшін 5 МРП, заңды тұлғалар үшін 10 МРП салынады. Марат Хамзаевич, вот сейчас мы попросили вас разъяснить систему взимания платы, а именно о некорректном начислении задолженности на определенные номерные знаки автомобилей.
Да, это очень хороший вопрос, на самом деле актуальный, для нас составляет некоторую проблему. Значит, некоторые некорректное списание средств лицевого счета имеет место при ошибочном распознавании номера. Значит, при видоизменении номера, то есть некоторые пользователи умышленно, значит, в целях уклонения от оплаты умышленно загрязняют номер, либо повреждают номер умышленно. Значит, нередки случаи, когда закрывают номер. Значит, этим самым, к примеру, система, оригинальный знак, допустим, если, ну, в виде примера, значит, ООА, пользователь иногда меняет на QOO, допустим. То есть добавляют там, каким-то образом добавляют хвостик, и машина, значит, наша камера считывает некорректно номер, после чего, значит, на другого владельца начисляется оплата. То есть вот это для нас проблема. Для решения этой проблемы у нас внедряется, значит, ведутся работы по внедрению радиочастотной идентификации транспортных средств. Это так называемые RFID. На транспортное средство приклеивается RFID-метка, которая связывается на которой будет считываться номер. На наших арках считыватели данные, значит, RFID-меток. Оборудование будет считывать, после чего будет корректно распознавать номер. Это у нас в планах. Каждый пользователь платного участка будет иметь возможность прикрепить RFID-метку, значит, в центрах по работе с клиентами. Мы рекомендуем, значит, дополнительно рекомендуем всем владельцам проверять свои счета на нашем сайте kastol.ru. Все счета, баланс проверять на этом сайте. Большое спасибо, Марат Хамзаевич. Также хотелось бы отметить то, что на существующих пунктах взимания платы на терминалах есть специальные кнопки «Вызов оператора», то есть посредством этой кнопки можно обратиться к операторам и задать интересующие вас вопросы, если имел факт того, что у вас некорректно начислилась сумма за проезд. Также наши операторы могут вам помочь уже непосредственно на пунктах взимания платы. Марат Хамзаұлы, эфиріміздің уақыты аяқталуға жақын. Енді бүгінгі эфирдегі соңғы сұраққа кезек беретін болсақ, жалпы ақылы жолдарды енгізу деген ол әлемнің бірқатар үздік мемлекеттерінде орын алған үздік тәжірибелердің бірі деп айтсақ та болады. Жалпы осы ақылы жолдар жүйесін не үшін, қандай мақсатпен енгізеді? Ақылы жолдар жүйесі әлемнің бірқатар мемлекеттерде енгізілген. Бұл бірінші кезекте қолайлы және қауіпсіз жол қозғалысы. Қазіргі таңда ақылы жүйесі енгіземіз деп отырған автожолдарда қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Жол бойындағы сервис нысандарды, демалыс алаңдарды орнатылады. Тек содан кейін ғана ақылы жүйе енгізіледі. Сонымен бірге бұл жүйе арқылы бюджетке түсетін жүктеме азаяды, және тас жол өзін-өзі қаржылай қамтамасыз етеді. Жолақтарды салу, жол көлік жаңарту, жол көлік оқиғасын кейін автожолдардың элементтерді қалпына келтіру, қоқыс жинау, демалыс алаңдары мен дәретханаларды тазалау. Осының барлығын мемлекеттік тарапынан қосымша қаражат алынбайды. Мемлекеттік бюджетіне үнемделген қаражат халықтың басқа да қажеттілігіне жұмсалуға болады. Жақсы. Рахмет, Марат Хамзаұлы. Жалпы жұмыс үрдісі бір қайнап тұрған кезеңнің өзінде осылай уақыт тауып көрермендермен тікелей эфирге шығып отырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Көрермендердің сұрақтарына жауап беріп отырғаныңызға алғыс білдіреміз. Құрметті оқырмандар,
өкінішке орай біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болып тұр. Егер де сіздердің қандай да бір сұрақтарыңызға тікелей эфир барысында жауап берілмеген болатын болса, біз сіздерге міндетті түрде WhatsApp желісі арқылы немесе Instagram желісі арқылы сіздердің қойған сауалдарыңызға жауап беретін боламыз. Сонымен қатар Қазавтожол ұлттық компаниясында тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 нөміріндегі байланыс орталығы бар. Telegram әлеуметтік желісінде Қазавтожол бот деген Telegram бот бар арнайы. Сол жерге де өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Барлық сұрақтарға міндетті түрде жауап қайтарылатын болады. Уважаемые подписчики, мы благодарим вас за участие в сегодняшнем эфире. К сожалению, да, вот мы сейчас читаем комментарий, что эфир у нас очень короткий, не на все вопросы мы сегодня смогли ответить. Однако уверяем вас, что все интересующие вас вопросы вы можете отправлять нам через социальные сети, через Instagram. Можно звонить в наш контакт-центр по короткому номеру 1403, он также работает у нас круглосуточно. Имеется Telegram-бот, Казавтожол-бот. Все вопросы можете отправлять туда. Мы в обязательном порядке все эти вопросы отработаем и предоставим ответы. Құрметті көрермендер, келесі бейсенбіде дәстүрлі кешкі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет.